Келін, светті өшір, свет жаман тартат, экономитеті жоқ, әкеннің үйінде жүрген жоқсың ғой. Ергіп отырған мен жоқ, гүлге су құйып жатырмын. Свет керек емес, электр қымбат. Сол гүлдерді күндіз суарсам болмай ма? Ұйықтайсыңдар тал түске дейін, түн басталса пысықтанып. Менің ұйықтағанымды сіз көре алмайсыз ау. Ұйықтаңыз сізде де. Таңертең тұрып аласыз да, күндіз мен шаруа істеймін десем, ұйықтайым шулама дейсіз. Қызықсыз? Ойбай, мына келін өлтірді ау мені. Әне, айттым ғой, бұлар түнде үй жинайды. Өшір светті. Мына прихождың светі жарамай ма? О, Аллах маған сабыр бер. Балам, жұмысыңды ауыстырмайсың ба? Қалаға күнде барып келу қанша ақша кетеді таксиге? Әке, енді ауылда тұрып мал бағайын ба? Бақ, айлығың кішігірім 200 мың, ол ақша ма? Иттің баласы. Мен сіздің балаңызбын. Ой, ата нәлет. Әке, өзімнің жұмысымда жүре берейінші. Таңда настроениемді бұзбашы. Настроениеңді сен? Жоқ, өзім шешемін. Бірақ бұл менің жұмысым ғой. Тыңда мені. Жарай. Ораза болғанымен шыдауға өте қиын боп тұр. Бірдеме болса да жеп қайтайын. Ешкім естімес. Бұл не? Жер сілкінісі ме? Ой, ата, не істеп отырсыз? Ораза емессіз ба? Мен ба? Мен деген қалбасыны қарап отырған. Я, оразамын ғой. Не ерте тұрып, әншейін әбетке дейін ұйықтап.